құқықтық реттеу әдістерін пайдаланамыз. Құқықтық реттеу әдістері дегеніміз не? Нормалар жүйелерін қамтамасыз етуді орындаудың тәсілдері. Құқықтық реттеу әдістері бірнеше түрге бөлінеді. Императивті, диспозитивті, көтермелейтін, ұсынылатын. Осы құқықтық реттеу әдістерінде біз нормативті құқықтық актілерді пайдаланамыз, солай ма? Нормативті құқықтық актілерде біздерге көрсетілсе. Императивті тыйым салу, міндеттеу, жазалау арқылы жүргізіледі. Диспозитивті рұқсат ету, үйлестіру, бостандыққа негізделген әдістер арқылы. Көтермелейтін, яғни құрметтеуге лайықты іс-әрекет үшін марапаттау әдісін. Ұсынылатын мемлекет пен қоғам үшін лайықты мінез-құлықты жүзеге асыруға кеңес беретін әдіс. Яғни біздер мысалға болашақ заңгер кеңесшілеріміз, солай ма? Біздер нормативті құқықтық актілерді сауатты пайдалану үшін осы құқықтық реттеу әдістерін білуге тиістіміз. Солай ма? Солай болатын болса, келесі жаңағы құқықтық реттеу әдістерінде біз нормативті құқықтық актілерді пайдаланамыз. Міне біз осы біздің сабағымыздың ең негізгі мәйегіне келіп жатырмыз, иә? Нормативті құқықтық актілерді түсіну, түсіндіру және пайдалану. Нормативті құқықтық акт дегеніміз не? Референдумда қабылданған, уәкілетті орган немесе мемлекеттік лауазымға қабылдаған құқықтық нормаларды белгілейтін, олардың қолданылуын өзгертетін, тоқтататын немесе тоқтата тұратын белгіленген нышандағы жазбаша ресми құжат. Алдарыңызда жатқан кодекстер нені білдіреді? Нормативті құқықтық акт.